Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ұйғыр елінің тағамы момосияй тағамының рецебімен бөліспекшімін. Достар, видеомды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды, сүтімізді құямыз. Оның үстіне ашытқы, қант, тұз салып араластырып аламыз, және де сұйық майымызды құйып, барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан соң, үстіне ұнымызды жартысын салып, қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Қалған бөлігін ұнымыздың барлығын салып, қолымызбен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ең соңында қамырымызға бөлме температурасында сары майымызды жағып, тағы да илеп алып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындап алатын боламыз. Ең алдымен етімізді соломка етіп турап аламыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Қызып тұрған тавамызға майымызды құйып, оның үстіне етімізді салып қуырып алатын боламыз. Қуырылып жатырған етіміздің үстіне соломка етіп турап, пиязымызды да салып қуырып аламыз. Барлық көкөністерімізді ұзынша етіп турап, кезекпен кезек сала беретін боламыз. Сәбіздерімізді де салып, үстіне қуырып аламыз. Тәтті бұрыштарымыздың бір данасы жеткілікті, басқа да түстерін таңдасаңыздар болады. Баялдымызды да салып, барлығын қуырып алатын боламыз. Қызанақтарымызды молырақ салған жақсы, оның суы шығып, керемет дәм беріп тұрады. Сарымсақтарымызды да үлкен көлемде ұзынша етіп турап салатын боламыз. Барлық көкөністерді салып болдық. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, және де үстіне 2 ас қасық томат пастасын, соя соусын құйып, үстіне 1 кесе суымызды құйып, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Салмасы пісем дегенше қамырымызды да дайындап қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 есе болып көтерілген, өте керемет болып шығады. Оқтаудың көмегімен қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Достар, қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды жайып болғаннан соң, пиала касеміздің көмегімен домалақ қылып кесіп алатын боламыз. Мінекей барлығын дайындап болдық. Енді артық қамырларымызды алып тастаймыз. Оларды да кейіннен жайып алып, осылай домалақ қылып кесіп алатын боламыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды жағамыз, арасы жабысып қалмас үшін, және де мантаваркамызға қойып, астын майлап, 30 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің ұйғыр халқының тағамы, момосияй тағамы дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Сіздер де жасап көріңіздер, өте ерекше болып шығады дәмі. Жасалу жолы да өте қарапайым, үйдегі заттардан жасалынады. Және де достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.
Сіздермен болған Гүлбану Ақтамғалиева. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.